Рухани шаһарда шымылдығын түрген зияткерлік мектеп баланың жан-жақты дамып, ой өрісінің кеңеюіне жол ашпақ. Ақорда деп аталатын зияткерлік мектебі салтанатты түрде ашылып пайдалануға беріліп отыр. Жаңа білім ұясы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтерген. Онда 1 мен 6 сынып оқушыларына дәріс қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Мектепте пәндер тереңдетіліп оқытылумен қатар хореография, вокал, робототехника, қаржылық сауаттылық сынды түрлі үйірмелер де жұмыс істейді. Тіпті домбыра және шахмат жеке пән ретінде енгізілген. Оқу ордасында өз саласының білікті ұстаздары сабақ береді. Арасында шет елдерде білім алғандар да бар. Мектептің ашылу салтанатында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Сакен Қалқаманов түркістандықтарды жаңа мектептің ашылуымен құттықтап, педагогтардың еңбектеріне шығармашылық тіледі. Санитарлық нормаларды, талаптардың барлығын ескере отырып, бір сыныпта 15 оқушыдан жеке-жеке отырғызамыз. Осылай сабақты бастағалы жатырмыз 2-ші тоқсаннан бастап. Түске дейін оқушылар мемлекеттік стандарт бойынша пәндерін өтеді және сабақ кестесіне шахматты енгіземіз деп жоспарлап отырмыз. Түстен кейін біздің оқушыларымыз элективті курстар және үйірме сабақтары, спорттық секциялар ұйымдастырылады. Элективті курстарға тоқтап өтетін болсақ, робототехника, олимпиадалық есептерді шығару, Сингапур математикасы, ал үйірме сабақтары драм, кружок, хореография, вокал, қол өнер, көркем гимнастика және спорттық секциялардан таэквондо бар. Енді оқушыларды біз 2 бағытта дамытамыз деп отырмыз. Ғылыми зерттеу бағытында және шығармашылық тұрғыдан. Келемдеушілерге біздің есігіміз айқара ашық. Бұл біздің Түркістан облысы, Түркістан қаласы үшін бір үлкен жаңалық. Бұл зияткерлік мектеп деген бұл мағынасы зор. Бұл дары мектебі сияқты, лицей сияқты. Бұл өте жас балдарды жақсы білім беретін, ілім беретін үлкен мектеп болады. Сол себептен бұл мектепке сәттілік тілейміз. Жақсы нәрсені көріп Түркістаннан басталу керек. Түркістан қаласынан облыстың орталығынан басталу керек. Сол себептен бұны мен құптаймын, 100% қолдаймын.